Ағылшын тілінің 13-ші сабағы. Біз алдыңғы сабақтарда I read a book, мен кітап оқимын, I'm reading a book, мен кітап оқып жатырмын, I can read a book, мен кітап оқи аламын, I want to read a book, мен кітап оқығым келеді деген сөйлемдерді жасауды үйренген болатымыз. Келесі үйренетініміз мен кітап оқу керекпін деген сөйлемді ағылшынша қалай жасайды. Әуелі негізгі сөйлемімізді жазып аламыз, I read a book, және бізге керек деген сөйлемді жасау үшін must деген модальды етістік көмекке келеді. Бұл етістіктің өздігінен мағынасы жоқ, бірақ бұл етістікті негізгі етістіктің алдына қойған кезде сөйлемнің мағынасы өзгереді. Сонымен жасап көрейік. I must read a book. Мен кітап оқу керекпін. Немесе мен кітап оқу қажетпін деген сөйлем жасалды. Басқа да мысалдарды жасап көрейік. I must study today. Мен бүгін сабақ оқу қажетпін. You must submit your project by 12 o'clock. Сен сағат 12-ке қарай жобаңды тапсыру қажетсің. It must be ready by tomorrow. Бұл ертеңге қарай дайын болу қажет. Passengers must fasten their seatbelts. Жолаушылар белдіктерін тағу қажет. They must follow the rules. Олар ережеге бағыну қажет. We must listen to all of the instructions. Біз бүкіл инструкцияларды тыңдауымыз қажет. He must wear a helmet when he rides his bike. Ол велосипед айдаған кезде, when деген кезде деп аударылады, шлем кию қажет. She must pass the exam. Ол емтиханнан өту қажет, немесе өту керек деп. Міне must деген модаль етістікті негізгі етістіктің алдына қойып сөйлемдерді жасаймыз. Келесі үйренетін нәрсе have to деген сөз тіркесі. Бұл сөз тіркесінде егер негізгі етістіктің алдына қолданатын болсақ, онда бұл да керекпін, қажетпін дегенді білдіретін сөйлемдер жасайды. Мысалы, I have to read a book. Мен кітап оқу қажетпін. I have to study today. Мен бүгін сабақ оқу қажетпін. You have to follow the rules. Сен ережелерге бағыну керексің. You have to listen to all of the instructions. Сен бүкіл инструкцияларға бағыну қажетсің. Children have to go to school. Балалар мектепке бару керек. Do you have to wear a tie for school? Сен мектепке галстук тағу керексің бе? Деп сөйлемдерді жасаймыз. Яғни have to деген сөз тіркесін бар болғаны негізгі етістіктің алдына қойып шығамыз. Сол кезде сөйлем керек және қажет болып аударылады. Келесі үйренетініміз I have to read a book, I must read a book. Мен кітап оқу керекпін, мен кітап оқу керекпін деген мына екі сөйлемде ешқандай айырмашылығы жоқ. Have to мен must бірге пайдалана беруге болады. Бірақ кейде әңгіме барысында жалпы ойдың айтылу мақсатына қарай must пен have to'дың айырмашылығы болуы мүмкін, және мысалы мынандай айырмашылығы болуы мүмкін. I must swim, I must learn English. Мен жүзу керекпін, мен ағылшын тілін үйрену керекпін. Дәл осы жерде жалпы сөйлеуші өзінің ішкі ниетін, өзінің ішкі тілегін айтып жатыр. Мен мынаны жасау керекпін, мен жүзіп үйрену керекпін, мен ағылшын тілін үйрену керекпін деп өзінің ниетін айтады. Ал I have to swim, I have to learn English деген кезде have to жалпы бұл жердегі міндеттеме сырттан келген міндеттеме. Мысалы, қазір мынандай сөйлем жасауға болады. Қазір бәрімізде мынандай міндеттеме бар. Бізге бәрімізге ағылшын тілін үйрену қажет. We have to learn English. Өйткені қоғам сонда көп контент ағылшын тілінде информация, ақпарат алу үшін бізге ағылшын тілін үйрену керек болып тұр. Соған қажеттілік болып тұр деген кезде біз have to-ды пайдаланамыз. Ал егер we must learn English деп айтатын болсақ, онда жалпы өзіміз ағылшын тілін үйрену қажетпіз. Бұл біздің өзіміздің ғана ниетіміз болар еді. Ол сырттан келген міндеттеме немесе сырттан келген қажеттілік емес. Жалпы өзіміздің ниетіміз болатын еді. Дәл солай I have to swim. Мысалы, мен жүзу керекпін. Өйткені I have to. Маған жүзу керек болып тұр. Өйткені дәл жүзіп үйреніп қана мен мысалы жарыстарға қатыса аламын деген мағынада айтылады. Сонымен біз I have to read a book, I must read a book деген сөйлемдерде жалпы have to мен must бірге пайдалана беруге болады. Маған мынаны істеу керек, ананы істеу керек.
ол ананы істеу керек, мынаны істеу керек деген кездері екеуін бірдей пайдалана береміз. Бірақ әңгіменің барысына, ойдың айтылуына қарай кейде екі must пен have to'дың айырмашылығы болуы мүмкін. Біреуінде біз өз ниетімізді, өз ойымызды айтамыз, ал біреуінде ол сырттан келген қажеттілік, соны орындау үшін мен мынаны жасау керек болып тұр, мынаны істеуім керек болып тұр деп have to'ды пайдаланамыз. Келесі үйренетініміз must және have to болымсыз сөйлемге ауысқанда мағыналық жағы қалай болады? Болымсыз сөйлемді жасап көрейік. You mustn't eat so much chocolate. Must not дегенді былай қысқартып mustn't деуге болады. You mustn't tell the story. He mustn't come. Және have to'ды біз do қосымша кетістік арқылы болымсыз сөйлемді жасаймыз. I don't have to get up early at the weekends. You don't have to tell this story. She doesn't have to come. Енді осы болымсыз сөйлемдер кезінде бұл екеуі екі түрлі мағына береді. Мұнда you mustn't eat so much chocolate дегенде мұнда аудармасы былай болады. Саған көп шоколад жеуге болмайды, мүлдем болмайды дегенді білдіреді. Саған бұл әңгімені айтуға мүлдем болмайды, mustn't, саған болмайды деген мағына білдіреді. He mustn't come, оған келуге болмайды деген сөйлем болады. Ал мұнда have to болымсыз сөйлемге ауысқан кезде болмайды емес, бұл жерде керек емес деген мағынаны білдіреді. Сонымен аударып көрейік. I don't have to get up early at the weekend. Маған демалыс күндері ерте тұру қажет емес. You don't have to tell this story. Саған бұл әңгіменің айту қажет емес. She doesn't have to come. Оған келу керек емес деп аударамыз. Яғни болымсыз сөйлем кезінде екеуінің мағынасы екі түрлі болады. Мысалы, мына сөйлемді қарайық. You don't have to tell this story. Саған бұл әңгімені айту керек емес. Әрине сен өзің ойың айтқың келсе айт, бірақ айту керек емес. Ал мұнда мүлдем болмайды. You mustn't tell this story. Мүлдем болмайды деп mustn't деген сөзді пайдаланамыз. Ағылшын тілінде керек, мысалы маған оқу керек, саған оқу керек деген керекпін, қажетпін деген сөзді should деп те айтуға болады. Мысалы, you should read this book. Саған мына кітапты оқу қажет, оқу керек. Бұл сөйлемнің алдыңғы үйренген must және have to'дан айырмашылығы қандай? Айырмашылығы бар. Мұнда жалпы қажеттілік, керектік деңгейі, міндеттеме деңгейі орташа. Яғни мынандай саған мынаны істеу қажет, мынаны істеу керекпін емес, керісінше кеңес ретінде айтылған. Саған мына кітапты оқу керек, оқысаң жақсы болады, өте пайдалы кітап екен, оқу керек деп кеңес ретінде айтылған кезде біз should деген модальды етістікті пайдаланамыз. Мысалы, you should work on Sundays. Саған жексенбі күндері жұмыс істеу керек. Яғни жұмыс істесең жақсы ғой, жұмыс істегенің өзіңе пайдалы деп кеңес ретінде айтылған сөйлем. I don't think you should go. Мен ойламаймын, саған бару керек деп ойламаймын дейді. I think you should learn English. Менің ойымша саған ағылшын үйрену қажет. Яғни кеңес ретінде қажеттілік, керектік деңгейі қатты жоғары емес, керісінше орташа кеңес ретінде айтылған сөйлем. Дәл солай болымсыз сөйлемдер жасауға болады. You shouldn't read this book. You shouldn't work on Sundays. Should not деген сөздің, екі сөздің қысқартылған түрі shouldn't болады. Саған мына кітапты оқу керек емес, оқымай-ақ қойсаң болады. Ондай қатты пайдалы кітап емес екен. Немесе you shouldn't work on Sundays. Саған жексенбі күндері жұмыс істеудің қажеті жоқ. Басқа күндері жұмыстарын бітірсең болады. Ол күні барудың қажеті жоқ қой деген мағынада кеңес ретінде айтылған кездері біз should модальды етістігін пайдаланамыз. Сонымен біз осы сабақта ағылшын тілінде маған оқу керек деген сөйлемді жасауды үйрендік. Ол үшін біз must, have to және should сөздерін пайдаланамыз. I must read a book, I have to read a book. Мен кітап оқу керекпін, мен кітап оқу керекпін. Жалпы екеуін бірдей пайдалануға болады, бірақ әңгіменің барысына, ойдың айтылуына қарай кейде екеуінің айырмашылығы бар екенін үйрендік. Және should сөзін біз көбінде кеңес ретінде айтылатын сөйлем екенін үйрендік. Мысалы, I should read a book, маған мына кітапты оқу керек, маған оқыған жақсы ғой деген мағынада айтылатын сөйлем. Ал енді бұл үш сөздің болымсыз түрлері you mustn't smoke деген кезде біз бұл сөйлемнің мүлдем болмайды
деп аударылатынын үйрендік. Саған темекі шегуге мүлдем болмайды. Ал don't have to деген кезде біз you don't have to work on Sunday. Саған жексенбі күндері жұмыс істеу керек емес деп аударылатынын үйрендік. Және shouldn't та дәл солай. Саған бұл кітапты оқу керек емес, бірақ should деген кезде, бұл shouldn't деген кезде бұл жерде де кеңес ретінде айтылады. Яғни қажеттілік, керектік деңгейі орташа кеңес ретінде айтылатын сөйлем болып табылады.